Мен негизи Алматыга жумуш издеп келген адам. Мына объявлениеден Академия логистики транспорта деген жерге охранник болуп жумушка келгем. Сонымен мына дайоо кала, жаңа кала орусча сүйлөп үйрөнөйүн дедим да. Сөйтүп бастыкка айттым, мен орусча сүйлөйтүн бастыктын карамагына жибериңиз дедим. Хорошо деп бир апага жиберди. Барып эм, сәл толуктоо келген, сары чачты, мындай очки кийген апа экен. Пишите заявление деді. Не за что деп, мен білесіздер, Google переводчикпен жақсы жұмыс жасаймын. Сонымен аударып отырып орысшаға заявление жазып бердім. Сөйтіп ана апа оқып болам дегенше, оқуға түсетіндердің буклетін қарайын деп қарап отырсам, неше түрлі керек мамандықтар ішінде. Еще 50 ақ балмен грантқа түсіп кетуге болады екен. Еще грантқа түссең, подаркаға ноутбук береді екен. Сонымен жұмысқа түспей оқуға түсіп алсам екен деп ойлап қоямын енді. Сөйтіп отырмын, заявлениені қайтып берді, пиздатый деді. Уф, ұнаса болар әйтеуір дедім да. Пиздатый не то слово, тетя. Нихуя вы скажите, да, дедім. Вы как со мной разговариваете? Без даты я вам говорю, без даты деді. Сөйтіп жаңа мен датасын жазбай жіберіппін ғой, без даты деп тұр екен ғой маған. Сонымен тұрды да, на третьем этаже повешены студенты, которые не сдали экзамен. Сделайте список деді. Сонымен не за что дедім да, және кабинетінен шығып Google переводчикқа повешены деп жазсам, асылып қалу, дарғасылу деп қойды да. Обе кең ауыз нағатын. Экзамен тапсырамағандар дарға ұстайтын болған екен ғой дедім да, резко милицияға звондап жібердім. Сөйтіп милиция келіп 3 этажға көтерілсек, повешенный деп суреттен іліп қойған екен ғой, дуалға суреттен іліп қояды екен. Соның спискісін әкел деп тұр екен ғой маған. Қаяқтан білейік оны? Еще ана милицияға ложный тревога берген үшін штрафы 40 дейді. Соны төлеуім керек енді, вообще қай жаққа кіріп жатыр мына жақта мен.